Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Елдің солтүстігінде мал жаппай қырылып жатыр. Сараптама қорытындысы жақында жарияланады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша 3 айда 20-ға жуық ірі қара мал арам өлген. Біз дереу ветеринарларға хабарладық, бірақ олар уақытында келмеді. Тек 10 күннен кейін келді. Осы уақыт ішінде бұзаулар да жатып қалды. Ауру белгілері М-қарға ұқсайды. Мамандар осы ауру болуы мүмкін деп отыр. Дәл осы аурудың кесірінен малымнан айырылдым. Мен ойымша бұл жағдай вакцинаның берілмеуіне байланысты. Жануарлардың мәйітін шығаруға көмек көрсетілмеді. Біз оларды өртедік, дейді Мортуқ ауылының тұрғыны Әбдікәрім Бұйдахман. Ауыл тұрғындары үлкен шығынға батуда. Оларға өтемақы тағайындала ма жоқ па белгісіз.